ұялады. Соны айтпаса екен деп тілеп тұрады. Солай деп мені танымаса екен деп тілеп тұрады. Ол да болса үлкен бойындағы бір қарапайымдылық, және біз оны қолдаймыз. Қарақат, енді әлеуметтік желіде, жалпы сахнада бәрі жарқырап жүреді, бәрі жақсысын көрсетуге тырысады. Бірақ шынайы өмірде сол сәйкес болмай жатады. Жасандылық өте көп деген дүниені естиміз. Сіздің өміріңіз сол әдемі әлеуметтік желідегідей әдемі ме? Аллаға шүкір. Біздер өнер адамы болғаннан кейін өміріміздің қандай екені, үйдегі ауа райы, ішкі жан әлеміңнің қандай ән салып тұрғанын жанарыңнан қарап ұғуға болады ғой. Көз деген алдамайды ғой шіркін. Жүзіңе, сыртыңа шығып кетеді ғой. Басқаны білмеймін. Менің өмірімде бүкіл жан әлемімді, көңіл күйімді, басқасын тану үшін оған көп ойланып басқа тұрудың қажеті жоқ. Ол мен өз сыртыма шығып тұрады, жанарымда тұрады. Қалай бар? Демек мен өзімді бір өте көңілсіз болып тұрып, аяқ астынан бүйтіп өзімді көңілді көрсете, ондай енді керемет қасиетім жоқ екен, олай жасай алмайды екенмін. Мен ойлаймын, мені ғана емес, жалпы ол өте қиын ғой. Сен қалай жылап тұрып күлесің мысалға? Тіпті өте талантты актрисалардың да қолынан келу келмеу екі талай деп ойлаймын. Сондықтан да Аллаға шүкір, егер жарқырап, жайнап, мына өмірді сүріп жатсақ, демек солай өмір сүруге лайықты өміріміз бар.